Қайырлы күн баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Айгүл. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет салаттың рецептімен бөлісемін. Ендеше бірге жасайық. Бізге керекті заттар: салат жапырағы, қызанақ, тауық еті, жұмыртқа, майонез және туралған сарымсақ қажет. Және кептірілген нан қажет. Осы түрін таңдап алдым. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдымен салат жапырағын ірі көлемде турап аламыз. Алдын ала жуып алдым. Осындай ірі көлемде турап аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп ірі көлемде турап аламыз. Екінші қызанағымызды алып, керек емес жерлерін тазалап аламыз. Екі жағын тазалап алғаннан кейін ортасынан бөліп, яғни 4 бөлікке бөліп аламыз. Бірнеше бөліктерге бөліп, оны тағы да ортасынан бөлеміз. Қызанақты турап болдым. Енді бұны салат жапырағының үстіне саламыз. Үшінші жұмыртқамызды турап аламыз. Жұмыртқаны да 4 бөлікке бөле саламыз. Осылай турап үстіне сала береміз. Төртінші туралған тауық етін, ірі көлемде туралған тауық етін алып үстіне қосамыз. Тауық еті көп болса, дәмді болады. Оның үстіне туралған сарымсағымызды саламыз. Сарымсағымызды салдық. Енді қытырлақ нанымызды саламыз. Қытырлақ нанымызды саламыз. Одан кейін майонезін салып араластырамыз. Кішкене тарлау сияқты мынабыз. Енді ауыстырамыз. Ауыстырып, майонезімізді қосып араластырамыз. 2 ас қасық майонез қосамыз. Сызылып тұратын уақыт жоқ. Қолды салып жібердім. Ал енді жақсылап араластырамыз. Пекинский капустадан гөрі салат жапырағымен жасасаңыздар өте нәзік болады және дәмді болады. Сіздер де жағдайында жасап көріңіздер. Салатымыз дайын. Қазір әсемдеп ыдысқа саламыз. Мінекей салатымыз дайын, енді шет-шетін сәндеп шығамыз. Қызанақпен және жұмыртқамен. Салатымыз дайын. Сіздер де үй жағдайында жасап көріңіздер. Сіздермен болған Айгүліктің асханасы. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті қолдаңыздар.